Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі қазақ тілі сабағымызды бастайық. Сабағымыздың тақырыбы есептік және реттік сан есім. Бүгінгі сабақта есептік және реттік сан есімді ажырата алуды, үйренуді жалғастырамыз. Оқулығымызды аламыз. 88-ші бетіндегі 47-ші жаттығуға назар аударайық. Өлеңді тыңда. Жаңбыр, Бейсебай Кіріспайұлы. Жауа берші, жау жаңбыр, дала көркін жандандыр. Жауа берші, жау жаңбыр, қаулап өссін алуан гүл. Жауа берші, жау жаңбыр, әрбір тамшың тамған нұр, әрбір тамшың тамған дән, асып жатсын қамбамнан. Өлеңде не туралы айтылған? Жаңбыр жауғаннан кейін табиғатта қандай өзгерістер болады? Өлең мазмұнын әңгімеге айналдырып жаз. Енді балалар 48-ші жаттығуға назар аударайық. Бұл жерде сандар қатары берілген. Біз сол сандарды сөзбен жазып шығуымыз керекпіз. Бұлар қандай сан есімдерге жатады? 49-ші жаттығу. Нешінші сұрағына жауап беретін сөздерді қатыстырып, сөйлемдерді құра дейді. Яғни біз 3 сөйлем құрап жазайық. Шығармашылық үзіліс. Бос торкөздерге тиісті әріпті қойып, жасырынған сөзді тап. Сол сөз неше әріптен тұрғанын айт. Келесі тапсырма. Дұрыс жауапты белгіле. Бірінші. Реттік сан есімдердің жұрнағы. Реттік сан есімдердің сұрағы. Дұрыс жауапты тауып, белгілейміз. Үйге тапсырма. Оқулығымыздың 89-ші бетіндегі 51-ші жаттығу. Ойлан, тап. Осымен қазақ тілі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.